Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте дәмді итальяндық десерт тирамисуның рецептін ұсынатын боламын. Бұл рецепт өте оңай, 5 минутта дайындап ала аласыздар. Ол үшін бізге савоярди печеньесі қажет. Оны кондитерлік дүкендерден сатып аласыздар. Және 33%-дық клейгей қара кофе, сахарная пудра, 2 шай қасық шекер және творожный сыр. Алдымен творожный сыр мен сливкины миксерлеп аламыз. Бұл массаны шамамен 2 минуттай миксерлейтін боламыз. Кейін үстінен салқын клейгейімізді құйып, тағы да 2 минут шамасында миксерлейміз. Креміміз дайын, осындай жұмсақ, воздушный, өте дәмді крем болады. Оны мен кондитерский мешокқа вупипайдың насадкасымен салып аламын. Менен сіздерге лайфхак: кондитерский мешокты осындай қолыңызға киіп алсаңыздар, кремді салу өте ыңғайлы болады. Кофемізді дайындаймыз. Ол үшін 2 кішкентай қасықпен кофе, ыстық қайнаған су және шекер салып араластырамыз. Осымен біздің кофеміз дайын. Ендігі кезекте десертімізді жинаймыз. Ол үшін бір ыдысқа савоярди печеньеларымызды кофеге батырып, бір сыра етіп түзіп аламыз. Савоярди печеньесі өте нәзік болады. Кофеге батырғаннан кейін тез түзіп алмасаңыздар, қолыңызда сынып кетуі мүмкін. Печеньеларды түзіп болғаннан кейін үстінен насадкамыз бен кремімізді осындай шариктер жасап жағып шығамыз. Видеода көрсетілгендей. Бір слой крем жағып болғаннан кейін тағы печеньеларды кофеге батырып, кремнің үстінен қойып шығамыз. Печеньелардың үстінен тағы кремді шариктеп қойып шығамыз. Кремді жағып болғаннан кейін тирамисудың үстіне какао себетін боламыз. Какао обязательно жақсы качествода болу керек. Менікі бұл Малайзияның какаосы, өте дәмді. Осындай сеуіп шығамыз какаомызды. Үстіне ягодалармен сәндесеңіздер болады. Пропиткаға холодильникке 5-6 сағатқа қоямыз. Біздің тирамису десерті өте нәзік, дәмі ерекше күшті болады. Дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Лайк басып, видеоға комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Айтпақшы қыздар, менің инстаграм парақшамда конкурс жүріп жатыр. Кіріп қатысыңыздар.